Бұл оқиға менің университеттің бірінші курсында оқып жүрген кезінде болған. Соның алдындағы бір жыл мен үшін ауыр жыл болды. Сол жылы ата-анам ажырасып кетті. Сол жылы менің итім өліп қалды. Ол өзінше бір ауыр қаза болды. Бір аптаның ішінде 2 рет көлік апатына ұшырадым. Сол жылы досым дүниеден өтті. Есесіне сол жыл менің өзіме бірқатар сұрақтар қоюыма себеп болды. Мұнда не үшін жүрмін? Өмірге келгендегі мұратым не? Таңертең не үшін тұрамын? Неменеге мазасызданамын? Неге құр диванға жатып алып теледидар көрмеске? Осылайша мен өмірдің мәні туралы ойлануға көштім. Ол ой ары қарай дін туралы сауалдарға бастады. Әрине, австралиялық болған соң менің алғашқы үңілгенім христиан діні болды. Менің христиан достарым бар еді. Солармен бірге шіркеудің маевкасына барғаным есімде. Ол менің өмірімдегі ең көңілді маевкалардың бірі болған шығар. Бәрі ән айтты. Әнді өте жақсы айтады екен. Бірақ сонда да бұл қылықтары ыңғайсыз көрінді. Бір кезде бәрі маған келіп, Құдайдың мені қаншалықты жақсы көретінін айта бастады. Құдай мені жақсы көре ме? Онда неге менің итім өліп қалды? Сөйтіп не керек, мен христиандықты зерттей бердім. Оның сан түрлі аспектілерін түсіне бастадым. Мысалға, католицизм, англикандық баптизм, поптар, пасторлар. Бір қызығы, менде қандай да бір сұрақ туса, олар ешқашан Библияны ашып, жауап міне мынаның ішінде тұр бауырым деп айтқан емес. Олар қай кезде де маған өз пікірлерімен жауап бере беретін. Біраз уақыттан соң мен христиандыққа әртүрлі түсіндірмелердің бар екенін, және көптеген адамдар өздерінің түсініктерін дін ретінде тұтына беретінін түсіндім. Бір шіркеудегі бір қызметкер христиандықтың мына бір тармағын ұстанса, екінші бір қызметкер екінші бір жолда жүре береді екен. Библияның мәтіні бір төбе екен де, бірақ бір-біріне ұқсамайтын сан түрлі түсініктері өз алдына бір төбе екен. Ол кезде мен бірінші курста оқитынмын дедім ғой. Оқып жүріп, бір заправкада қосымша жұмыс істедім. Бірге істейтін жігіттердің бірі индиялық индуист болатын. Сменге бірге түсеміз. Сол кезде неше түрлі сұрақ қойып басын қатырамын. Братан, анау піл басты құдайларың туралы айтшы деймін. Ол неге пілдің басын алып алған? Ол Ганеша дейді әріптесім. Мен айтам, ақыр таңдаған соң арыстанның или бір әдемірек нәрсенің басын таңдамадыңдар ма? Жұрт мына жақта машиналарына бензин құйып жатады. Ал біз терең теологиялық дебаттардың ішінде жүреміз. Сөйтіп индуизмді ақылға қондырудың өте қиын екенін ұқтым. Менің бір жақын досым мормон еді. Шындығында өзге христиандық діндердің ішінде менің көбірек қызыққаным осы шіркеу болды. Олар діндерін қаттырақ ұстанады. Арақ ішпейді, кофеин ішпейді. Өкінішке қарай кола да ішпейді. Білем, ливандықтар коланы жақсы көреді. Таныса келе ол жерден сол дінді қабылдайтындай бір себеп тапқандай болды. Дегенмен ол жай ғана себеп еді. Оны қуаттайтындай дәлел болмады. Айтпақшы, сенсеңіздер, мен иудаизмді де зерттеп көргем. Қазір есімім Әбу Бәкір болғанымен, байырғы өз атым Рубен еді. Атыма қарап, иудаистер мені еврей деп ойлап қалған болу керек. Дегенмен, тағы да мен ол ортадан іздегенді таба алмадым. Соңында буддизмге келдім. Осыны таңдайтын шығармын. Мынау бір керемет екен деп ойладым. Ылғи бір аш құрсақ, бозарған адамдар маған бір шынында Құдаймен байланыста жүргендей көрінді. Олардың өмір сүріп жүрген әлемдері мені тарта бастады. Бірақ тереңдеген сайын, оның Құдайдың дін емес, жай ғана өмір сүру формасы екенін түсіндім. Бір күні менің христиан достарымның бірі, сонымен қандай діндерді зерттедің деп сұрады. Мен санап бердім. Иудаизм, христиандық, буддизм, индуизм. Сосын ол айтты, ислам ше? Мен айттым, ислам. Олар террористер ғой. Олар шындыма бір бәле ғой. Несін зерттейді? Айтуын айтқан мен күндердің күнінде мешітке де жолым түсті. Ізденісте жүрмін ғой енді. Кіріп бардым. Аяқ киіммен кілемнің үстінде ұрып барады. Бір жігіт намаз оқып жатыр. Алдын кесіп өтіп кетті. Сәждеге бара жатқан бет екен. Басын басып кете жаздады. Субханаллах. Өзімнің не істеп жатқанымнан мүлде хабарым жоқ еді. Сосын бір жігітті көрдім. Сіздер оны танитын шығарсыздар. Абу Хамза деген бауырымыз. Осында бірнеше рет лекция жүргізген. Сол жігіт қасыма келді. Мен неше түрлі нәрселер ойлап тұрмын.
Бүгін өлем. Мынау менің соңғы күнім. Мен өлікпін. Мен ақ адаммын. Мен мұнда не істегелі жүрмін? Мен өлем. Жаңа ғана сахарадан жаяу жүріп келгендей болып, ана жігіт маған жақындап келеді. Үстінде дәу абая, ұзын сақал. Оның бірінші айтқан сөзі «Қайырлы күн дос, қалың қалай» деген сөз болды. Оның солай жылышырағанына қарап сасқалақтап қалдым. Сонымен Әбу Хамзамен таныстық. Оның сондай сыпайылығына іштей разы болып тұрмын. Өйткені жаңа ғана одан террорист көргендей шошып тұрған едім ғой. Дұрыс түсініңіздер, австралиялықтар қонақжай халық. Бірақ ливандықтар мен көрген ең қонақжай халық екен. Сондағы жігіттер маған арнап шай дайындай бастады. Шыны керек, 5 минут сайын сыртқа шығатындай дәрежеде шайды сілтедік айбар. Олар да шаймен пішенайын еселей береді екен. Ондайды бұрын көрмеген. Меніңше, содан кейін сол мешітке қайта-қайта бір жағынан сол пішенай жеу үшін барғыштап жүрген болуым керек. Бір жағынан әрине дін үшін барып жүрдім. Сонымен шайға отырған кезде мен сұрақ қойып бастадым. Поптарға, пасторларға, достарыма қойып жүрген барлық сұрақтарды қойдым. Мені таңғалдырғаны, бірде-бір сұрағыма жай жауап бере салған жоқ. Құранды ашып, мына жерін оқышы бауырым, осы сенің сұрағыңа жауап деп көрсетіп отырды. Менің сұрақтарым әжептәуір қиын сұрақтар еді. Неге әйел адам орамал тағу керек? Неге еркек 4 әйел ала алады да, ал әйел 4 еркекке үйлене алмайды? Исламға алғаш келгенде қойылатын сұрақтардың бәріне жауап алуға тырыстым. Олар да жауап беруден жалықпады. Өз жандарынан емес, Құраннан жауап тауып беріп отырды. Онда барып жүргеніме 2 аптадай уақыт өткен кезде жігіттердің бірінен сұрадым. Жаратылыс туралы сендердің өз ойларың қандай? Неге өз ойларыңды айтпайсыңдар? Сонда әлгі жігіт, Құдайдың сөзі тұрғанда менің ойымды қайтесің деді. Бұл сөз маған қатты әсер етті. Сөйтіп олардан Құранды үйге алсам бола ма деп сұрадым. Сөйтіп үйге әкеліп оқи бастадым. Ол бір көркем шығарма секілді оқылмайды екен. Керісінше бір нұсқаулық жолбасшы секілді сезілді. Бір күні мен бір рухани ахуалға куә болғым келді. Шырақ жақтым. Пердені түріп, терезені ашық қалдырдым. Тылсым бір сезімге кіргім келіп тұр. Мельбурндағы бір тамаша жаздың кешеді. Мен отырмын. Міне осы мен күткен түн деп қоям. Бұған дейін барлық шариғи дәлелдерді, ғылыми дәлелдерді біліп, көш еткізіп қойған. Таулардың қазық сияқты екені, эмбрионның құрсақта қалай дамитыны, бәрі де керемет дәлелдер. Бірақ маған әлі де бір кішкене демеу керек болып жүрген. Мен исламның шекарасында тұрмын. Ары қарай аттауға дайынмын. Тек итеріп жіберу керек. Сөйтіп отырмын. Айнала тып-тыныш. Шамалы Құран оқыдым. Бір кезде тоқтадым. Сосын былай дедім. Аллах, мен күткен сәт осы. Менің исламға қарай секіретін уақытым келді. Бірақ маған бір белгі керек. Кішкентай ғана белгі. Таңғажайып бір нәрсе емес. Болмашы ғана найзағайдың жарқылы деген сияқты ма? Немесе бірдеңке құлап кетем, әйтеуір бір белгі. Сен үшін түкке тұрмайды ғой. Сен жерді жаратқан жоқсың ба? Давай енді. Сөйтіп отырдым. Кинодағы сияқты жағып қойған шырақтарым өз-өзінен төбеге қарай жылжи бастайтын шығар деп ойлап қоям. Окей, кеттік. Субханаллах. Еш нәрсе болмады. Абсолютно түк болған жоқ. Шыны керек, салым суға кетіңкіреп қалды. Қайтадан былай дедім. Аллах, саған шанс беріп тұрмын. Мен осындамын, ешқайда кетіп бара жатқан жоқпын. Саған тағы бір мүмкіндік берейін. Мүмкін сенің қолың тимей жатқан шығар. Басқа жерлерде күндіз ғой, онда көп нәрсе болып жатыр. Мүмкін осы жолы бірдеңе болатын шығар. Кішкентай болса да. Мүмкін сырттан құс сайрай ма? Маған бәрібір кез келген белгі, окей? Кеттік.
Субханаллах, мүлде ештеңке болмады. О, міне мынау дейтіндей еш нәрсе болмады. Дым өзгеріс жоқ. Менің ұнжырғаным түсіп кетті. Ішім удай ашыды. Осымен біткені ме? Бұл менің исламға кірудегі соңғы шансым еді ғой. Ақыр оны да таба алмадым. Құранды қайтадан қолыма алдым. Тоқтаған жерімнен жалғастырып қайта оқи бастадым. Субханаллах. Келесі аятта былай деп жазылып тұр. Ал сендер үшін түнді, күндізді, әрі айды күндіз етті. Жұлдыздар да оның әмірінде бағынышты. Шын мәнінде ойланған қауым үшін әлбетте белгілер бар. Миым төңкеріліп түсті. Ұйқыдан жаңа оянған адамдай болдым. Бір жағынан қорқып кеттім. Өзімнің соншалықты тәкаппар болғаныма сене алмадым. Айналаның бәрі Алланың белгілеріне толып тұрғанда, өзіме арнайы жеке дәлел сұрап жүргенім үшін қатты ұялдым. Мына әлем, мына жаратылыс, осының бәрі біз үшін белгі, дәлел. Осылайша мен исламды қабылдаймын деп шештім. Шынымды айтсам, оған дейін 6 ай бойы исламмен жете танысқам. Енді шахад айтып, иман келтіріп қалды. Дегенмен не айтатынымды, қалай айтатынымды әлі білмеймін. Бұл құптан намазына жақын уақыт болатын. Мешітке бардым. Өзіме өзім сенбедім. Мешітте 1000 адам жүр. Мынау қандай керемет дін деп ойладым. Кейін білдім, бұл Рамазанның алғашқы күні екен. Барып отырдым. Қатты қобалжып тұрдым. Ортаға шықтым. Әшхаду деп айт деді. Қалай? Ағылшыншасын айта салсам болмай ма? Жоқ. Бірінші арабшасын айтуым керек. Қарсы алдымда қаптаған сақал. Мына сөз тұрса айтпасам өлетін шығарым деп ойыма баяғы қорқынышым сап ете қалды. Бәрі маған қадалып қарап отыр. Білесіздер ме? Австралиялықтар қадалып қарамайды. Ливандықтар қарайды екен. Субханалла. Қалай әлгі сөздерді айтып бастадым, манағы қорқыныштың жұрнағы да қалмай санамнан шығып кетті. Басымның ішінде душ тұрғандай, соны біреу келіп қосып бергендей сезіндім. Тазарып жатқандай болдым. Шахадатты айтып болдым. Бірақ артынша көп адам келіп, такбир, Аллаху әкбар деп құшақтап сүйіп құттықтайды деп ойламаған едім. Шыны керек, ол сондай керемет күн болды. Сол күні өзім қиялдап та көрмеген сондай көп аға інілер мен әпке қарындастар таптым. Содан бастап сенім мәселесінде кері шегінген емеспін. Отбасы менің бір сұмдық болып өзгеріп кеткенімді ойлап қатты уайымдады. Автомат арқалап, граната көтеріп жүретін болды деп ойласа керек. Бірақ олар көп өтпей-ақ бұл дін мені жақсы жаққа қарай өзгертіп жатқанын түсінді. Исламға дейін менің түрім вообще басқа болатын. Рас, суретімді көрсетпеймін бірақ. Үсті басым темір терсек, реперский ұзын етек, кең қолдық футболка, аяқта қызыл бәтеңке. Сол кездерде өзім әдемі деп ойлағам, бірақ шындығында аса сұрықсыз болған ғой киім. Аллаға шүкір. Сол кезден бастап мен осы қалыпқа түстім. Бірде әке-шешем өздерінің маған шынында таңырқап, риза болып жүргендерін жеткізді. Әкем, сен мұсылман болғалы жақсы адам болдың. Қазір саған сенуге болады. Көлігің бұзылып қалса, сенің келіп алып кететінге бұрынғыдай күмәнданбаймын. Баяғыдай, қойш папа, кеше көп ішіп қойыппын. Әлі тарқамады. Милиция ұстап алады деп сылтаулатпайсың деді. Дінге келуі өте қиын адамдардың бірі осы менің әкем шығар деп ойлаушы едім. Жақында әкем менен Құран тұрады. Төбем көкке екі жетпей қалды.